Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Ильяс Оспанов отандық өнеркәсіпке ірі инвестициялар тарту мақсатында халықаралық қаржы институттарының өкілдерімен, сондай-ақ өңдеу өнеркәсібінде жүзеге асырылып жатқан инвестициялық жобалардың өкілдерімен кездесу өткізді. Вице-министр автомобиль жолдары комитетінің және индустриялық даму комитетінің төрағаларымен бірге халықаралық мамандарды Қазақстанның инвестициялық әлеуеті, өндірісі және инновациялары туралы баяндады. Жалпы бүгін еліміздегі өңдеу өнеркәсібінің әлеуеті үлкен. Өзіміздің елге келетін өңделген тауарлардың импорты 46 миллиард доллардан асады. Сол себепті біз бүгін барлық қаржы институттарын, оның ішінде шетелдік қаржы институттарды және 50-ден астам кәсіпорын өкілдерін жинап отырмыз. Негізгі мақсатымыз осы институттардан еліміздегі кәсіпорындарға, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі, нақты өнімге инвестиция тарту болып табылады. Бүгінгі іс-шарада пікірталас, тәжірибемен бөлісу және соңында кездесулер өткізілетін болады. Нақты әр жоба бойынша тоқталып, әр жоба бөлек қарастырылатын болды. Автомобиль жолдары комитетінің төрағасы Төлеген Абдуллин алдағы уақытта елімізде Ақтөбе, Ұлғайсын, Қызылорда, Қарағанды, Жезқазған жолы, сондай-ақ Сарыағаш қаласын айналып өтетін жол нысандарының құрылысымен таныстырды. Өз кезегінде индустриалды даму комитетінің төрағасы Азамат Панбаев халықаралық қаржы институттарының өкілдеріне мұнай-газ машина жасау, құрылыс материалдары өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп, металлургия, алюминий және басқа да салаларға ерекше тоқталып, Қазақстандағы өңдеу өнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігі туралы айтып берді.